Осы әуенді үйде дайындалып, үйреніп кел. Келесі жолы маған ойнап бересің. Жарайды. Балам. Анашым, мен енді скрипкадан қосымша сабаққа бармай қояншы. Одан да домбырадан қосымша сабаққа барайын. Жоқ балам, болмай. Өнер адамы деген 8 қырлы, бір сырлы болу керек. Маған скрипка тартқан ұнамайды. Маған домбыра ұнайды. Жақсы балам. Мен сені домбыраға да берем. Осылай қиналып жүріп, бәрін де үйреніп аласың. Қиындықсыз ештеңе де келмейді. Балам. Дәулетжан. Балам. Дайындала ғой. Балам, неге тынышталып қалдың? Дәулетжан, неге тынышталып қалдың? Жай ойнағым келмейді. Балам, қойшы ен. Егер сен скрипкада жақсы ойнасаң, мен саған бір балмұздақ сатып алып берем. Керек емес. Сонда сен балмұздақ жеуден бас тартасың ба? Жоқ, әрине. Ендеше ойнасаңшы. Өзім. Бұл маған көрші әкеп берді. Бұл не? Балмұздақ. Мен скрипка тартқаннан көршінің басы аурады екен. Енді мен скрипка тартпасам, ол күніне 5 балмұздақ әкеп береді. Біз сөйтіп келістік.